интернет ол құрал әлбетте әртүрлі болады, пышақ секілді ғой. Кейде одан сіз пайда көресіз, немесе зиян да көресіз деген сияқты. Енді Алматы облысында дүние ахуалы тұрақты дейміз, бірақ әлбетте кез келген жерде ол өзінің мәселелері болады. Соны біз алдын алу мақсатында профилактикалық жұмыстарға көп көңіл бөлеміз. Ол бізде 3 бағытта болады көбінесе. Онлайн, яғни интернет бағытында алдын алу жұмыстары, қазіргі жасөспірімдерге жат ағымдарға жетегіне кетіп қалмау, деструктивті ағымнан қалай қорғану керек, жат ағымға қалай жоламау керек, дәстүрлі бағытымызды қалай, өзіміздің тарихымызды қалай ұстану керек деген бағыттарды істейміз. Екінші бізде ол офлайн дейді, яғни халықпен жұмыс істеу, әлеуметтік осал топтармен жұмыс істеу, немесе базарларда, халықтардың арасында жастарға тек қана әлеуметтік желі емес, жеке кездесу, олардың алдына бару, университеттер, колледждер деген сияқты жерлерде ақпараттық түсіндіру жұмыстарымен де жұмыс атқарамыз. Үшінші бағыт ретінде бізде теологиялық оңалту жұмыстарын атап өтсе болады. Кейбір адамдар туған әкесінің жаназасына қатыспау, оларға қарсы шығу деген сияқты. Негізгі жат ағымдардың негізгі мақсаты сол қоғамнан және өзінің туыстарынан оқшаулау. Осыны дұрыс емес екендігін түсіндіру мақсатында білікті маман теологтар барып өздері жеке түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Қазіргі таңда осы 3 бағыт бойынша Алматы облысында жұмыстар жүргізілуде. Барлық жағдай өзіміздің қолданыстағы заңнамаға сәйкес болуда.